Бүгінгі видео сабақта дәл осындай көйлекті тігіп үйренетін боламыз. Қараңыздар, алдыңғы детальдары түймеленетін болады, жеңі, етегі осылай кеңінен кеткен. Ал енді тігу жұмыстарына кірісеміз. Ең бірінші алдыңғы детальдарды тігуге кірісеміз. Осындай болып шығу қажет. Ол үшін планканы дублерін жабыстырып осылай үтіктеп алдым ең бірінші. Енді осы жерге құрастырған кезде міне осылайынан қатарынан болу қажет. Просто мында кішкене көрінбей қалған. Енді осыны жасау үшін алдыңғы жағына бізде сборка жасау қажет. Ең бірінші сборканы бір жағынан жасауға болады, немесе екіге бүктеп те жасауға болады. Мен дәл осы алдына екіге бүктеп жасаймын, жағасына, жеңіне бір қабатынан жасайтын боламыз. Бұны да жасау үшін бірінші үлкен тігіспенен түзу тігіспен тігіп аламыз, және астыңғы жақтан келетін жіптен тартып сборка жасаймыз. Кейінгі жолғыларды мен көрсетпейтін болам, сондықтан просто айтып түсіндіріп кететін болам. Уже қанша рет жасадық, барлықтарыңызда түсініп алған боларсыздар. Міне осылайынан тартып сборканы жасап аламыз, және алдыңғы жағына сәйкестендіріп тігіп шығатын боламыз. Міне дәл алдына осылайынан қойып, қараңыздар, осылайынан дәл алдына қойып аламыз. Енді осының үстіне планканы тігуіміз қажет. Оң жақ бетінен осылай тігіп аламыз. Екеуінде артық жағын планканың жоғары жағына, төменгі жағына, қалған жаққа жіберсеңіздер болады. Мен жоғарғы жаққа жібердім. Кейін кесіп алып тастай салатын боламыз. Міне екінші жақ бетінде дәл осылай тігіп алдық. Екі жағын тігіп алғаннан кейін оң бетіне аударған кезде міне осылай тігіледі. Астыңғы жағын кейін тігетін боламыз, жағадан кейін. Енді жанындағы үшінші детальді бір-біріне осылай біріктіруіміз қажет. Екі жақ бетінде тігіске қанша сантиметр қалдырсаңыз, сонша аралықтан тігесіз. 0,5 немесе 0,7 1 сантиметр арақ қашықтықтан тігуге болады. Екі жақ бетінде дәл осылайынан тігіп алып, тігісті міндетті түрде зигзагпен немесе оверлокпен обработка жасап аламыз. Осылайынан тігіп, обработка жасап алғаннан кейін артқы боймен иық тігістерді қосамыз алдыңғы бойдың. Міне осылайынан иық тігістерін қосып алып, оны да обработка жасаймыз. Енді мынау алдыңғы бөлшекте қай жері артық болып тұр, осы артық болған детальдарды кесіп алып тастаймыз. Егер астыңғы жағына қалдырсаңыз, астыңғы жақтан кесіп алып тастаймыз. Осы аралыққа енді жағаны тігіп алуымыз қажет. Жағаны тігу үшін бір жақ шетін түзу тігіспен тігіп, жинап, сборка жасап аламыз. Бірге 2 есептеп алдым. Жағаны өлшеп, егер жағаңыз 17 сантиметр болатын болса, 2-ге есептеп 34 сантиметр кесіп алып, соны сборка жасайсыздар. Шетін осылай просто қайырып жасай салдым. Тіке қалдыруға да болады. Енді ары қарайынан инемен барлығын қыстырып алып, тура тігістің үстінен тігіп шығамыз. Міне осылайынан. Міне осылай соңына дейін тігіп аламыз. Сборкалардың аралық қашықтығы бірдей болуын қадағалап отырыңыздар. Сол кезде мойын ойынсындағы жер безектеріңіз өте әдемі, әсем болып шығады жалпы. Міне соңына дейін осылай тігіп алдық. Енді сборкаларымыздың қалай тігілгендігін көріп шықтым, барлығы жақсы. Енді дәл осы үтіктеген ортадағы, орта бойынша, ортада өзі белгіленген үтіктеп қойған жерім бар. Сіздерде осылай бірінші үтіктеп алсаңыздар, тігу оңай болады. Сол тігістен екінші жақ бетіне қайырып, осылай тігіп аламыз. Екінші жақ бетінде дәл осылайынан тігіп шығамыз. Қайырып, астыңғы тігіс қай жерден түсті, дәл сол ара қашықтықтан тігіп шығамыз. Енді
артық шеттерін барлығын кесіп алып тастап, оң бетіне аударып, осы планканы матасын ішіне қарай қайырып, мына жерде шығып тұрған желбезектің маталарының барлығын ішіне қарай қайырып, инемен қыстырып шығамыз. Инемен қыстырып, немесе көктеп тігіп алсаңыздар, өте әсем болып шығады машинамен бастырып тіккенде. Артық детальдарды, яғни қалып кеткен жіптерді барлығын кесіп тастаймыз. Екінші жақ бетінде дәл солай жасап аламыз. Екі жақ бетінде осылай жасап алғаннан кейін 0,1-0,2 см ара қашықтықтан бастырып тігіп шығамыз. Міне осылай тігіп алатын боламыз. Тігу барысында қыстырылған инелерді алып тастасаңыздар, машинканың инесіне зақым келмейді. Астыңғы жағына міндетті түрде қадағалап отырыңыздар, өйткені астындағы мата біздің тігісіміздің астына қарай қайырылып кетуі қажет. Немесе киген кезде желбезегіміз наоборот керісінше теріс қарап қайырылып қалатын болады. Міне уже соңғы тігістеріне келдік. Алдыңғы бойдың жоғарғы детальдарын барлығын тігіп алдық. Енді астыңғы жағына етегін жалғауымыз қажет, яғни бүрілетін етекті. Ол үшін дәл осы алдын инеменен қыстырып аламыз. Енді осы аралыққа етекті әкеп жалғайтын боламыз. Бірінші жанын тігіп алып барып, сосын сборка жасасаңыздар болады. Немесе сборка жасап болып, жоғарғы детальға қосып алғаннан кейін барып жанын істеуге де болады. Мен қазір бірінші жоғары жағына түзу тігіс түсіріп, соны сборка жасап аламыз. Одан кейін барып жанын ең соңынан қоса салатын боламын. Міне осылай түзу тігісті үлкен тігіспен тігіп алып, сборканы жасап, алдыңғы бойға сәйкестендіреміз және артқы бойға да сәйкестендіреміз. Кішкентай балаларда етек жақ бөлігі алдыңғы артқы деп бөлінбейді. Толық бала болатын болса ғана қолтық ойынтысын алдыңғы жаққа тағы да 0,5-1 сантиметрге ойсаңыз болады. Ал кәдімгі стандарт размерді киіп жүрген балаларға осы алды арты бәрібір разница болмайды етек жақ бөлігінде, өйткені бұл кеңінен кететін деталь. Ал жоғарғы жақта қолтық ойынтысына міндетті түрде 0,5 сантиметр ойылуы қажет. Сборканы осылай екі жақ бетіне де теңестіріп алып, машинкаменен тігіп шығамыз. Сборканы тіккен кезде сборка жақты астың жаққа қалдырып, бір тегіс матаны үстіне қойып тіксеңіздер жақсы шығады. Міне қазір мен екінші жағында дәл осылай жасап алып тігіп шығатын боламын. Міне сборканы астына жібереміз. Үстіне бір тегіс матаны қойып, тігістің үстінен немесе тігістен 1 миллиметр асырып тігіп шықсаңыздар өте аккуратты болады. Егер де сіздерде сборка жасалынған жіп оң бетінде көрініп қалған болса, онда ол жіпті міндетті түрде сөгіп алып тастаңыздар, осы тігісті тігіп болғаннан кейін. Екі жақ бетінде 0,7 немесе 1 сантиметр ара қашықтықтан осылай тігіп аламыз. Тігіп болғаннан кейін оң бетіне аударып, қалай болғанын полностью тексеріп шығамыз. Дұрыс болғандығына көз жеткізгеннен кейін барлық тігісті оверлокпен немесе зигзагпен өңдеп шығамыз. Енді жеңнің етек жақ бетіне біз валан тігеміз. Осылай тіксек те болады. Жоғарыда көрсеткен әдіс бойынша жасайсыздар, немесе осылайынан тіксеңіздер де болады. Мен өзіме осы валандарын жоғарыға қаратып тіккім келіп тұр, өйткені өте әдемі көрінеді. Бұл да кішкентай балаларға нәзіктік сыйлайды. Екі жақ жеңге де дәл осылайынан тігіп аламыз бірдей етіп. Екі жағында тігіп алғаннан кейін, мынау ортасын бір-біріне қаратып, біріктіріп тігіп аламыз.
Міне осылайынан бір-біріне біріктіріп тігіп аламыз. Екі жағында осылай тігіп алғаннан кейін енді жиегін қайратын жіңішке лентамызды, оны да оң бетіне беттестіріп жиегін тігіп аламыз. Екеуін де дәл осылайынан тігіп шығамыз. Екі жағында осылай тігіп алдық. Енді жиегін айбырлықтап алғаннан кейін теріс жақ бетінен осылайынан қойып, міне екеуі бірдей тура тігіс ара қашықтығынан тігіп шығамыз. Осылай тігіп алғаннан кейін айналдыра кішкене майда жұмыс болғандықтан алдында менің қолым көрініп, жұмыс әдемі көрінбей тұр, қыздар. Просто 0,5 см ара қашықтықтан тігіп шығамыз. Осылай. Полный тігіп алғаннан кейін, міне осылай оң бетіне қайырып, кәдімгі бейканы тігеміз ғой, тура сол бейканы тіккен тәріздес етіп, осылайынан үстінен оң жақ бетінен бастырып тігіп шығамыз. Екі жеңді де дәл осылай жасаймыз. Просто кішкентай деталь болғандықтан машинканың алдында, камерада менің қолым қалып кетіп, жұмыс анық көрінбей тұр. Осылайынан ішке жағына қарай қайырып, полностью айналдыра тігіп шығамыз. Сонда біздің жеңіміз осылайынан болып шығады. Ешқандай да сборка жасалынбайды, просто түзу. Екінші жеңді де дәл осындай жасаймыз. Иықтың үстінен кішкене әдеттегідей сборка жасап, тігіс түсіріп алып, астыңғы жағын алдымен теңестіріп аламыз, инемен қыстырып. Одан кейін жоғарғы жағын теңестіретін боламыз. Міне жеңіміз бірдей болып тұр. Негізгі матаға жеңнің көлемі бір-біріне сәйкес болып тұр. Енді айналдыра тігіп шығамыз. Әрбір тігісті міндетті түрде айбырлықтап отырамыз. Бізде ең соңғы жұмыс қалды. Етегін осылай ішіне қарай 0,5 см қайырып тігеміз. Егер сіздің матаңыз аздау болатын болса, онда тек қана зигзагпен, роликпен қайтарып қойсаңыз да болады. Соңына дейін осылай ішіне қарай қайырып тігетін боламыз. Осымен біздің кішкентай бүлдіршінімізге арналған көйлегімізді тігу сабағы толығымен аяқталды. Келесі видео сабақта жолыққанша сау саламатта болыңыз.